намысын ұлықтаған Олчандолдың өткеніне көз жүгіртіп бір қаралық. Алиханның тергеудегі кезінен көріністі тамашалайық. Приведите его! Свободны! Қалай, Бөкейхан мырза, Қазақстанды Ресейдің құрамынан бөліп алмақ болған әрекетіңізді мойындайсыз ба? Әрине мойындаймын. Тәуелсіз Қазақстан мемлекеттің құруға әрекеттену қылмыс емес шығар. Не преступление? Как это не преступление? Если каждый народ России возьмет независимость, что станет с Россией? Нет, это лишь дело рук врага. Сними наручники. Міне тарат, көп созбай қолыңды қой. Мұнда халыққа қарсы қызмет етті делінген ғой. Бұған қол қоя алмаймын. Все, хватит! Я сейчас пойду докладывать начальству. Его надо сдать карателям. Если уж он такой смелый, посмотрим на него. Я сейчас приду. Ағатай, мен сізге не жақсылық жасай аламын? Бар билік осылардың қолында. Қолынан қашырып жіберуге келмейді. Бізге де сенбейтінін сеземіз. Сен қуыршақсың ғой шырағым. Мен де бәрін түсінемін. Ағатай, өзіңізді қинап қайтесіз. Бұл сұмырайлар бәрібір де қол көтертпей қоймайды ғой. Одан да мойындай салмайсыз ба? Ей шырағым, менің де артымда қалың орманым, халқым тұрған жоқ па? Мен өзімді алдасам да, оны алдай алмаймын. Ағатай, сізді Ленинмен, Сталинмен дос болған дейді ғой. Сол рас па? Ол түрменің әңгімесі емес шырағым. Қайтесің ба? Шынымды айтсам, мен де сіз сияқты еліме, халқыма пайдамды тигізгім келеді. Бірақ қалай? Білмеймін. Бәрі алдамшы, бәрі жалған. Ағатай, сізге не болған? Мінеки, су ішіп жіберіңіз. Қазір әлгі жаналғышта келіп қалар. О Құдайым, соншама дәрменсіз қылып жаратамысың. Келіп қалды әлі. Бекем болыңыз. Мен үшін қам жеме бауырым. Жолдас капитан, айтқаннан қайтар емес. Тогда пусть меняет на себя.
Заберите его. Бар алашқа ұран сап елдікке шақырып жүрген екенбіз. Шешінген судан тайынбас. Ойымыз бір, мақсат бір. Сол елімнің шіркін-ай, жыртылған жағасын бүтіндеп, жығылған туын көтерсек, бар алаштың ұрпағы болып қайтадан атқа қонсаң бір, дүние дүр сілкінер деп айталам. Сонда менің болмас ел арманым, арнар едім сол елімнің жолына, мына қысқа ғұмырымның